Бүгінгі өтетін тақырыбымыз күрделі функцияның туындысы. Алдымен күрделі функция деген не екенін айта кетейік. Күрделі функцияның қарапайым түсініктемесін бере кетейік. Оның анықтамасы кішкене күрделірек. Жақсы. Күрделі функция деп айтады, егерде функцияның аргументі, мына жердегі аргумент, өзі бір жеке бір функция болса, g от x деген функция болса, мысалы, осындай функцияны күрделі функция деп айтады. Мысалы, мынандай функция. Косинус аргументі түбір астында x. Косинустың аргументі түбір астында x. Мысалы, мынандай y тең түбір астында x куб минус 1. Яғни куб квадраттық түбір астында көп мүше тұр. Квадраттық түбірдің астында көп мүше тұр. Үшіншісі мысал y тең синус x қосылған 1. Осының барлығы, мысал айтайық, 7-ші дәрежеде. Мына жерде тұрған синус x қосылған 1-іміз, қараңыздар, 7-ші дәрежеде тұр. Бұл да күрделі функция болады. Енді осындай күрделі функцияның туындысын қалай табады? Ол үшін дайын формула. Мысалы, мынандай күрделі функция берілсе, онда туындысы мынаған тең болады. y' тең. Сіздер алдымен мынау f функциясынан туындаласыздар. Яғни f' от x, g от x көбейтілген, сосын мына аргументінен туындаласыздар. g' от x арасында көбейту амалы тұрады. Мысалы, функция мынандай түрде болсын. Синус ішінде 2x квадрат минус 5 болсын. Аргументі 2x квадрат минус 5-ке тең. Осы көп мүшенің синусы дейді. Туындысын табайық. y' тең. Алдымен сыртынан бастайды. Қараңыздар, бізде сыртында синус функциясы тұр. Осы синус функциясының туындысын табайық. Синус функциясының туындысы неге тең? Косинус x болады. Бірақ та қараңыздар, косинус x, бірақ та бізде x-тің орнында мынандай өрнек тұр. Осыны көшіріп жазасыңдар. Қараңыздар, мынаны көшіріп жазасыңдар, бұған тиіспейсіңдер әзірге. 2x квадрат минус 5 көбейтілген. Енді осы аргументтен туындаласыздар. 2x квадрат минус 5-тің туындысы. 2x квадрат минус 5-тің туындысы неге тең бізде? 4x. 4x. Мен өшірейін да, соны іздейін. 4x. Болды, туындысын тауып болдық. Есепті шығарған кезде алгоритм осындай. Енді мысалдар қарастырайық. Бірінші мысал. Функцияның туындысын табыңдар. Шешу. Функцияның туындысын табу үшін алдымен біз сыртында тұрған функциядан туынды табайық. Так, синустың туындысы неге тең бізде алдымен? Косинус. Аргументі не деп жазамын мына жерге? 3x. 3x дұрыс. Енді көбейту ненің туындысы? 3x болады. Иә, 3x-тің туындысы болады 3. Болды, есеп аяқталды. Жауап f' от x тең 3 көбейтілген косинус 3x. Келесі мысал.
мынандай функция берілген, тунысын табу керек. Шешу. F штрих от X. Қараңдар, бізде қосылғыштар тұр. Ал қосылғыштардың туынысын тапқан кезде, біз білесіздер, әрқайсының туынысын жеке-жеке табасыздар. 5x-ің туынысы неге тең? 5-ке қосу. А мына жерде бізде күрделі функция тұр. Жақсы, сыртынан бастаймыз. Сыртында тұр бізде -2. Егер бізде дәреже болса, онда туынысын қалай табатын едік? Алдына 2-ні қоямыз. -2-ні алдына қоямыз. -2 алдына түседі. -2 алдына түседі. Бірақ та мына жақшаны қалдырамыз. Біз білеміз, -2 алдына түседі, сосын -2-ден нешені азайтамыз? -1-ді. 1-ді азайтамыз ғой, иә? Иә. Формула бізде қалай? X, n. -3 болады. Иә, n түседі, және дәрежесінен 1-ді азайтасыздар ғой. Бізде де солай. Демек, 1 - 3x -2-ден азайтасыңдар 1-ді, яғни болады -3. Көбейтілген. Енді біз қараңыздар, дәрежеден туындалып болдық, енді жақшаның ішіне көшейік. Жақшаның ішіндегі көп мүшеден туындалайық. Ал жақшаның ішінде көп мүшенің туындысы неге тең? -3. -3-ке. Так, қышындайық кішкене. 5-іміз тұра берсін. Қосылған. Так, мұнда қараңыздар, 2 минус бізде береді плюсті. 6 көбейтілген жақшаның ішінде 1 - 3x-тің -3-ші дәрежесі. Есеп аяқталды. Жауабы f штрих от x тең 5 қосылған. Мұнан былай жазуға болады. 6 бөлінген 1 - 3x-тің кубы. Немесе былай қалдыруға болады. Айырмашылық жоқ. Келесі мысал. Мынандай күрделі функцияның туынысын табу керек. Шешу. F штрих от x. Кәне айтыңыздаршы, сыртында тұрған функция қандай бізде? Сыртында бірінші қандай функцияны туындаламыз? Квадраттық функция. Квадратыңыз қалай айтылады? Түбір. Түбір. Иә, квадраттық түбірден аламыз, түбірден. А сіздер білесіздер, түбір астындағы x функциясының туындысы жаңа айттық, ол бізде болды 1 бөлінген 2 түбір астында x. Біз қазір мына жерде x тұр деп есептеп, жай ғана x тұр деп есептеп туынысын табамыз. Сонда бізде қалай болады туынысы? 1 бөлінген 2 түбір асты x. Түбір астында x. Бірақ та бізде x-тің орнында не тұр? 2x азайтылған 5. 2x азайтылған 5 дұрыс. Оған тиіспейсіңдер. Көбейту. Енді кімнен туындаламыз? 2 болады. 2. Дұрыс. 2. Ары қысқартып жіберейік мына екеуін. Қысқартады. Мында қалады 1 бөлінген 2. 1 бөлінген түбір астында 2x алынған 5. Жауабы f штрих от x тең екен бізде 1 бөлінген түбір астында 2x минус 5-ке. Есеп аяқталды. Келесі мысал. Келесі мысал мынандай. Туынысын табу керек. Шешу. F штрих от x тең. Кәне айтыңыздар, бірінші қайсынан туындаламыз? 6-шы дәрежені. Дәрежеден туындаламыз. Сонда 6 не істейді мұнда? 6 сыртына шығады. Дұрыс, 6 алдына түседі. И мына жерде неше қалады сонда? 5. 5. 5. Ал жақшаның ішінде не тұр? Соны көшіреміз әзірге. 5x квадрат қосылған 7. Көбейтілген. Енді кімнен туындаламыз? 5x квадрат. Жақшаның Иә, жақшаның ішіндегі өрнектен туындаламыз. Ал оның туындысы неге тең? 10x. 10x. 10x.
Есеп аяқталды. Жауап f штрих от x тең 6 мен 10-ды көбейтіп жіберейік, сонда болады 60x көбейтілген 5x квадрат қосылған 7-нің 5-ші дәрежесі. Есеп аяқталды. Келесі мысал. Келесі мысал бізде мынандай. Шешу. Біріншісі. Алдымен қараңыздар, бізде түбірдің астында бөлшектік функция тұр. Егер бізде мына түбір болмаса, біз мынаның туындысын қалай алатын едік? Қандай формамен? U бөлінген V. Дұрыс, U бөлінген V. Мына бөлшек түбірдің астындағы бөлшектік функцияның туындысын U бөлінген V-мен аласыздар. Біз оған жетеміз қазір. Әзірге біз қазір мына түбірдің туындысын алып алайық. Осыны алғаннан кейін барып, осының ішіндегі тұрған функцияның туындысын табамыз. Жақсы. F штрих от x тең. Алдымен түбірдің бөлінген. Дұрыс. 1 бөлінген 2 түбір астында x. Түбірдің астында x, бірақ та бізде x-ның орнында не тұр мына жерде қараңдар? Мына бөлшек тұр, иә? Осы бөлшекті жазамыз. X квадрат минус 2x бөлінген 3x қосылған 2. Көбейтілген. Енді ненің туындысын табамыз? Ішіндегі. Дұрыс, мынаның туындысын табамыз. Формула. Бұның туындысын дұрыс, иә, формуламен табамыз. Кәне, біз асықпайық. Кәне, оны біз жазып алайық. Жақсы. Бізде U дегеніміз мынау, V дегеніміз мынау. Формула бойынша U штрих V минус UV штрих. Яғни x квадрат минус 2x-тің туындысы көбейтілген V-ға 3x қосылған 2-ге минус формула бойынша x квадрат минус 2x-ті көбейтеміз 3x қосылған 2-нің туындысына. Бөлеміз кімге? 3x қосылған 2-нің квадратына. 3x қосылған 2-нің квадратына. Жақсы. Енді бізде қалды тек мына туындыларды табу болды, сосын біздің туынды тауыбымыз аяқталады, ары қарай тек ықшамдау. Жақсы, мен бірінші тұрған бөлшекті қараңыздар, былай жазайын. Мына білесіздер, мына астына тұрған бөлімі үстіне кетеді. Егер бөлген кезде. Сонда болады 3x қосылған 2 бөлінген x квадрат минус 2x. Түбірдің астында және 1 бөлінген 2 бар. Көбейтілген. Енді мына жашан ішінде туындысын табайық. X квадрат минус 2x-ның туындысы неге тең? 2x минус 2. Дұрыс, 2x минус 2 көбейтілген 3x қосылған 2. Азайту x квадрат 2x-ті көбейтем нешеге? 3-ке. 3. Астын жазып қойық. 3x қосылған 2-нің квадраты. Енді қараңыздар, ары қарай жұмыс мынада болады, ары қарай бізде мына жерде жақшаларды ашып, ұқсас қосылыстарды біріктіру. Мына жерде біз туындыны тауып біттік, ары қарай тек ықшамдау. Тең. Так, мынаны көшіріп қойын. Ол бізде 1 бөлінген 2 көбейтілген 3x қосылған 2 бөлінген x квадрат минус 2x түбірдің астында. Мынаны мен көшіріп қойдым. Енді мынаны ықшамдайық. Жақшаны ашайық. Жақшаны кәне ашыңыздаршы. Мында. Қалай болады? 6x квадрат. Қосылған 4x. Минус 6x. Минус 4.
Аха, одан кейін келесі жақша. минус 3х квадрат Мгм. қосылған 6х. Молодец. Раз. Так, енді астын жазып қойық. 3х қосылған 2-нің квадраты. Тең. Қайтадан мынаны көшіріп қояйын. 1 бөлінген 2 көбейтілген түбірдің астында 3х қосылған 2 бөлінген х квадрат минус 2х. Көбейту. Так, мұны қараңыздар. Мұнда бізде 6х квадрат пен 3х квадрат коннекторге, сонда болады 3х квадрат. 4х-тен азайтамыз. Мұнда жойылатын бар екен, мұнда қараңыздар. 6х пен 6х жойылады, қалады тек 4х. Сонда қалады 4х бөлінген, мұнда азайту 4 бар екен тағы. Азайту 4 бөлінген 3х қосылған 2-нің квадратына. Есеп аяқталды. Мен жауабын жазып қояйын. Бізде уақыт жеп қояды, бұны қайттан көшіруге. Мынау бізде функцияның туындысы. Енді екіншісін көрсек. Шешуі екіншісі. Туындысында байық. F штрих от X. Тең. Қараңыздар. Егер бізде мына квадрат болмаса, жалпысы мына жерде квадрат емес, мына жерде U деп алсақ, ал мынаны V деп алсақ, біз білеміз оны U көбейткен V-ның туындысы ретінде алуға болады. Сол түрде алайық. Так, бізде қайталап айтам, U дегеніміз 3х, V дегеніміз мынау жақша квадратымен. Туындысында байық. Сонда бізде формула бойынша бізде U-дің туындысы көбейтілген V, яғни 3х-ның туындысы неге тең? 3-ке. 3-ке көбейтілген V, яғни мынаны осы қалпында жазам. 1 бөлінген 4 x минус 5x куб. И оның квадраты бар. Плюс U V штрих, яғни 3х-ті жазам. Табу керек енді туынды. Ана үлкен жақшаның туындысын. Так, мен бар жазып қойын. 1 бөлінген 4х минус 5х куб квадраттың осының туындысы. Жақсы, біз мына жерде туындыны тауып болдық. Қалды тек мына жердегі мына жақшаның ішіндегі мына өрнектің туындысын табу керек. Туындысын табайық. Мен алғашқы осылашты жазып қойын. 3 көбейтілген жақшаның ішінде 1 бөлінген 4х минус 5х куб квадратта. Қосылған мына 3х жазып қойын. Жақсы. Енді туындысын табайық. Туындысын тапқан кезде не істейміз? Алдымен 2 алдына шығады. 2 алдына түседі. И өзін көшірем, е? 1 бөлінген 4х минус 5х куб. Қандай дәрежеде болады? 2-ден 1 айтқан кезде қанша? 0. Жазбаймыз. 1, оны жазбаймыз. Дұрыс, жазбаймыз. Жақсы. Енді кімнен туындалады? 5х куб. Жақшаның ішіндегі. Жақшаның ішіндегіден туындаламыз. Қане, айтыңыздар, туындысы неге тең болады? 4-тен 1 минус 15х квадрат. 1 азайту 15х квадрат. Дұрыс. Болды. Туындыны тауып болдық. Есеп аяқталды. Осы біздің жауабымыз болады. Мына жерде тағы 3 пен 2-ні көбейтіп жазуға болады. Негізінде мына жерде жақшаны ашып, ұқсас қосылыстар біріктіресіздер негізінде. Біз осылай қалдырайық. Есебіміз аяқталды.